Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мына суреттерге қарап, бүгінгі тақырыбымызды қандай тақырыпта болатынын айтып өтсек, ойларыңды ортаға салсаңдар. Дұрыс айтасыздар, оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы атам төрде отырады. Сабағымыздың мақсаты мәтіндегі негізгі ақпараттарды анықтау, қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын пайдалану. Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау. Келесі. Ережені дәптерге жазып жаттаңыздар. Зат есім. Жалпы қандай сұрақтарға жауап береді? Зат есім дегеніміз не? Зат есім нешеге бөлінеді? Келесі тапсырма. Кезекпен оқып, аударып шығыңыздар. Тапсырманың соңында сұрақтар берілген. Сол сұрақтарға оқылған тапсырма бойынша жауап бересіздер. Төр қайда орналасқан? Қазақ халқы үйге келген қонақты қалай қарсы алған? Қонаққа қалай құрмет көрсеткен? Қазақ халқы төрге кімді отырғызған? Қазақта қарт туралы қандай аталы сөздер бар? Дастарханға кім бата береді? Деген сұрақтарға мәтіннен жауап іздеп, жауап береміз. Келесі тапсырма. Суреттердің бірін таңдап, ауызша мәтін құрыңыз. Мәтінде қазақша амандасу түрлері ұсынылған. Сөздер мен сөз тіркестерін қажетінше пайдаланыңыз. Ұсынылатын сөздер мен сөз тіркестері: шырағым, қарағым, көп жаса, жасың ұзақ болсын, мал жан аман ба? Келесі рефлексия. Бүгінгі тақырыптан не үйрендің? Мен не білдім? Маған не қиын болды? Деген сұрақ. Бос орынға толық жауап береміз. Үй тапсырмасы. Тақырыпты қайталау және ұлағатты сөздерден сөйлем құрастырыңыздар.